Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айгерім. Бүгін мен сіздерге осындай балды пряниктерді ұсынатын боламын. Бұл балды пряниктеріміз біздің өте жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Сіздер үшін түсінікті етіп, қысқа да нұсқа қылып көрсететін боламын. Бұл пряниктерімізді жасау үшін газға 3 қасық балды саламыз да, астын жай отқа қойып, ертіп аламыз. Балымызды тура осылай газда ертіп аламыз да, оның үстіне жарты шай қасық ас содасын саламыз. Бал мен ас соданы араластырған кезде біздің содамыздың дәмі мүлдем шықпайды. Осылай көпіртіп, сәл күйдіреміз, одан кейін оның үстіне сары майымызды саламыз да, сары майымыз ерігенше газда араластырамыз. Мінекей біздің сары майымыз еріді. Енді газдан алып тастаймыз да, оның үстіне қантымызды салып, қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Біздің бұл массамыз сәл суыйын деген кезде жұмыртқаны жарып қосамыз. Біздің массамыз газда тұрғандықтан, ыстықтау болып тұрған кезде жұмыртқаны қосуға болмайды, себебі пісіп кетеді. Тура осылай сәл суытып алып, қосқан дұрыс. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып алдық. Енді осының үстіне біз сәл грек жаңғағы мен мейізді қосатын боламыз. Барлығын араластырамыз. Енді осының үстіне біз қопсытқыш қосатын боламыз. Ендігі кезекте осының барлығын жақсылап араластырамыз. Қопсытқышымызды бір араластырып аламыз да, артынан бірден ұнымызды ситадан өткізіп қосамыз. Ұнның барлығын бірден қоса салмайсыздар, 2-ге 3-ке бөліп қосқан дұрыс. Мен ұнымды алдын ала ситадан өткізіп дайындап алдым. Енді осының барлығын түйіршік болып қалмас үшін қатты-қатты осылай жақсылап араластырамыз. Біздің массамыз дайын болды. Осындай бір келкі консистенция шығуы керек. Енді противенімізге пергамент қағазын төсеп дайындап қоямыз. Енді біз пряниктерімізді жасап бастаймыз. Бір ыдысқа сәл ұн салып аламыз, бір ыдысқа қант салып аламызды. Осылай бір қасық массамызды ұнға аунатып алып, 2 қолымызбен домалатамыз. Қолымызға жабысайын деген кезде осылай қантқа матырамыз. Келесі пряникімізді де тура солай жасаймыз. Қасығымызды толтырмай, осылай бір қасық массамызды ұнға аунатып аламыз да, 2 қолымызбен домалатамыз. Массамыз біздің қолымызға енді жабысайын деген кезде осылай қантқа матырамыз. Барлық пряниктерімізді тура осылай жасаймыз. Тағы бір көрсетейін. Осылай жарты қасық немесе толтырмай бір қасық массамызды ұнға аунатып аламыз да, 2 қолымызбен осылай домалатамыз. Қолымызға енді жабыса бергенде осылай қантқа матырамыз. Енді осы пряниктерімізді духовкада 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің пряниктеріміз де пісті. Өте жұмсақ болып, әдемі болып шықты. Менің рецебіммен міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де рецебім ұнап жатса, пікірлеріңізбен бөлісіп, каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Апта сайын жаңа рецептер күтіңіздер.